Обалын кім көтереді қазағымның? Болып жатыр Қытайда жазалы күн. Еркекіндік ауылда қалмай барады. Осыған күндіз түні назалымын. Қиын боп тұр Қытайда жарлық деген. Өліп жатыр біразы қорлықпенен. Ер жігітті кісендеп байлап қойып, қыз-келіншекті алып жатыр зорлықпенен. Болысатын қыздардың ағасы жоқ. Киетін костюмының жағасы жоқ. Әйелдерге ие боп Қытайлар жүр, дегеніне көнбеске шарасы жоқ. Жылап барат, қайран қыз жылап барат. Діннен мұсылманның жырақталат. Атанам деп, мен енді кәпір қатын, кешірім бір Алладан сұрап барат. Зар еңіреп боздады ата әжелер. Енді ойымен өнекті кім кестелер? Қытай келіп, әйел қып кетіп жатыр. Түрі жоқ бұл Қытайдың бір сескенер. Қазанынан қақпақ кеткен заман болды. Қазақ үшін дәл қазір жаман болды. Әйеліңе ауыз сол арам Қытай. Көретін енді осындай жазаң болды. Намыстыңды чынжырлап қамап қойған. Бетіне қарағанын көзін жойған. Қазақтың сұлуларын көре қалса, тайынбайды бұл Қытай арам ойдан. Еркегі жоқ үйлері тұр мазарға ұқсап. Ауылда жүр кәр-құртаң ақсақ, тоқсақ. Қазақ әйел көп болса, иесі жоқ. Қытай үшін бұл орай өте жақсақ. Қазақ қызын төріне отырғызған. Пайғамбарды айтады жарды қызған. Бауырмалек біз өзі бауырмалек. Қытайдағы бұл қазақ неге тозған? Ерлерімді отын қып отап жатыр. Қытай көзеп қаруын сақыр. Ойран қылып опырып шаңырақты. Бұл Қытай жанұяны бұзып жатыр. Қарашы қарындасың жылап барат. Шинжаңнан ішкереге ұзап барат. Қиялмай қазақ деген ұлы есімді көкірегі қар сайырылып сызатталады. Қазақ қызын өмірде жылатпаған. Сүймесегер қыздарын ұзатпаған. Басын ғанай, Қытайдың басын ғанай. Мына қызды сүйрелеп, ол мақтанған. Қызды ауылға Қытайлар басып кірген. Керіп тұрып кеудесін ашық келген. Ұстап алып қыздарын қазақтардың көлігіне бөтенің басып берген. Зар еңіреп ол неге жылады екен. Туғаннан біреуі жоқ, бәрі бөтен. Ауыз ашса анасы қамалады. Завалағы жауған ай оған көктен. Көрші қолаң үйінен шығалмаған. Өлтірсе де бауырын жыламаған. Қара Қытай қақары сондай қатты. Жер басу жоқ оларға ұнамаған. Қызды сүйреп Қытайлар алып барат. Жол ортаға жетпей-ақ талып қалат. Үрпейіскен үйдегі өзге жандар жағашпай шошығаннан қалып барат. Қазақты Қытай неге басын декен. Шындықты жалған санап жасыр декен. Тұқымын ол қазақтың құрттау ақыр. Көрмейтін оны қалам соқыр неткен. Қытайды басындырдың қазақ неге. Шақырдың есігіңді ашып елге. Қытайда қазағыңды қанға қысатқан. Қазағым оны жұртқа жанға теңе. Қыздарың қазағым ау жылап жатыр. Қытайдың құшағына құлап жатыр. Көнбеске амалы жоқ. Заман солай. Түрмеге қарсы кесе сулап жатыр. Араша біздер неге түс алмаймыз. Көз жұмып көрмегенсіп иіс алмаймыз. Қазағым ұсақталып кеткеміз ау. Батыр баба рухын еске алмаймыз. Авторы Құнанбай Байженұлы. Менің WhatsApp телефоным 8 747 287 40 06.